Жұлдыз жан айқайын жеткізіп жылады. Қосылайық тележобасының 2-ші маусымының қатысушысы, Мұсаның бұрынғы жұбы, Қосылайық реалити шоуының редакторы Азаматтың жан жары Жұлдыз бүгін әлеуметтік желіде көзіне жас алып, жазба қалдырды. Алла тағала әркімге әр түрлі сынақ береді. Және сол сынақтан сынбай, сүрінбей өтуіміз керек. Бірақ өте аламыз ба? Шыны керек, жақындарыңның қолдауынсыз бір мезетте ақ сынып қаласың. Сол себепті сіздерге болсын, туған туысқандарымызға, таныстарымызға айтарым. Бұлай сынап таңғалып сұрақ қоймай-ақ қойыңыздар. Әлі көтермедің бе? Қашан туасың? Сенен кейін үйленгендер туып жатыр ғой деп. Дәл қазіргі сәтте қолдау көрсете алмайсыз ба? Лучше мүлдем үндемей қойыңыз. Білем, сіздерге қызық шығар, білгілеріңіз келеді. Ол да дұрыс. Бірақ сөзді де дұрыс жеткізе білу керек. Адамның көңілі деген бар. Мүмкін сіздер тұрмысқа шыға салып көтерген шығарсыздар, немесе көтеріп қойғаннан кейін барып тұрмысқа шыққан шығарсыздар. Білеміз ғой. Әркімнің тағдыры әр түрлі. Бірақ біреуден мін іздеп, моменті келгенде тиісіп қалып, сынағанша болашаққа қараңыздар. Сіздерде ұл қыз өсіріп отырсыздар. Олардың болашақтары қалай болатыны, қандай сынақ күтіп тұрғаны тек бір Аллаға ғана аян. Осымен мені түсіндіңіздер деп ойлаймын. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар, деп жазды Жұлдыз қызымыз. Еске сала кетейік, Азамат 2021 жылдың 1 қазанында Жұлдызға үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Бір айдан кейін Семейде Жұлдыздың ұзату тойы өтті. Одан кейін Азамат пен Жұлдыздың үйлену тойы 2021 жылы 2 қарашада Қызылорда қаласында дүркіреп өтті. Олардың тойына сол кезде жақын достары болған Ерасыл, Сәбикош, Айгөлек барды. Қосылайық редакциясынан ешкім болған жоқ. Арадан 2 жыл өтіп, оларға қойылатын сұрақтардың көпшілігі қашан балалы боласыңдар деген сияқты. Жұлдыз қызымыз Instagram желісінде тікелей эфирге шығып, суреттерін жүктеп жатса да, желі қолданушылары осы сұрақты қоя береді. Бұған ашуланған Жұлдыз қызымыз барлығының сұрағына, айтқандарына жауап берді. Жақында Жұлдыз бен Азаматтың өмірінде қуанышты оқиға болды. Яғни, олар Алматыдан жаңа пәтер сатып алды. Азамат пен Жұлдыздың отбасылық өміріне бақыт тілей отырып, перзентті болсын деп тілейміз.